акциясына қатысушылар. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауында халықтың салауатты өмір салты мен денсаулық сақтау мәселелері жөніндегі білімі және хабардарлығын арттыра беру міндет. Халық арасында спорттың бұқаралық сипат алуына және спортты насихаттауға ерекше ден қою керек деп айтқандай, біз денсаулықты сақтауымыз үшін осындай шаралардың кең сипат алуына тікелей бастамашыл болуымыз қажет. Өскелең ұрпақ біздің ертеңіміз болғандықтан, олардың спорттық білімдерін арттырып қана қоймай, сол бағытта салааралық жұмыстарды күшейтуіміз қажет. Мемлекетіміздің басты қазынасы адам десек, адамның басты қазынасы денсаулығы. Денсаулықты сәт сайын шыңдап отыру үшін барлық жағдайды жасай отырып, денсаулықтың кепілі спортты, соның ішінде бұқаралық спортқа басымдық беруіміз керек. Облысымызда спортты дамытуға көптеген жұмыстар атқарылуда. Соңғы жылдары көркімен көз қоятын мұз айдыны, теннис орталығы, бокс клубы, тағы да басқа көптеген жаңа нысандар ашылса, жастар мен жасөспірімдер баратын түрлі спорттық секциялар тегін ашылған. Сондықтан да болар, бізде ел мақтанышы болып жүрген спортшыларымыз бар. Алдағы Бразилияда да өтетін 31-ші жазғы олимпиадаға қатысуға облысымыздың 5 спортшысы қол жеткізді. Бұл үлкен қуаныш, жетістік деп бағалауға болады. Елбасының бастамасымен қолға алынған денсаулық фестивалінің басты мақсаты да бұқараны спортқа үндеу. Әрбір азаматтың бір сәті болса да өз денсаулығына деген жауапкершілігін ояту. Бүгінгі фестиваль республикада бір мезгілде өтуде. Қазір еліміз бойынша ән ұранымыз ойналып, кең ауқымды акцияның басталу сәті жүруде. Өз денсаулығымызды шыңдауға арналған халықты мереке құтты болсын. Баршамызға зор денсаулық, салауатты да бақытты өмір тілеймін. Біз қазақстандықтар саламатты елдің азаматы болуға тиіспіз. Назарларыңызға рахмет.